Қазақстан жеріндегі алғашқы орта ғасырлық мемлекет туралы не білесің? Түркі сөзі қайдан шыққан? Түркілер өз мемлекетін қалай құрған? Олар дипломатиялық қарым-қатынастарды қалай орнатқан? Түрік қағанаты сияқты күшті мемлекеттің ыдырауына не себеп болды? Енді осы сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Қазақстан жеріндегі алғашқы орта ғасырлық мемлекет. Түрік қағанаты түркілердің тайпалық одағын басқарған тарихтағы ең ірі мемлекеттердің бірі. Түркі сөзінің шығу тегі. Түркі этнонимі Қытай жылнамаларында 542 жылдан бастап кездеседі. Қытайлар түркілерді ғұндардың ұрпақтары деп санаған. 6 ғасырда Қазақстан территориясы Ашина руынан шыққан түрік қағанатының билігінде болды. Түркілер өз мемлекетін қалай құрған? Түрік қағанатының негізін салушы Бумын алдымен көрші тайпаларды бағындыруға күш салып, Жужан мемлекетімен жаугершілікте жүрген Теле тайпасын бағындырды. Көрші мемлекеттермен одақтасып алғаннан кейін Бумын қаған 552 жылы Жужандарға шабуыл жасап оларды тас-талқан етіп жеңді. Қираған мемлекеттің орнына 552 жылы түрік қағанатын құрды. Олар дипломатиялық қарым-қатынастарды қалай құрған? Бумын қаған қайтыс болып, билік басына алдымен Қара еске, кейіннен 553 жылы Мұқан қаған отырады. Мұқан қағанның билігі кезінде түрік қағанаты бүкіл орталық Азияға атағы жеткен ірі мемлекетке айналды. Ол жужандарды ешқашан бас көтере алмайтындай етіп жеңіп, Манчжуриядағы қидандарды, Енисей қырғыздарын бағындырды. Осылайша түркі атауы әлемге тарады. Отырықшы тайпалардың байлығына иелік етуге талпынған түркілер Орта Азияға қарай жылжып, Каспий теңізінен солтүстік Үндістанға және шығыс Түркістанға дейінгі жерді алып жатқан эфталиттерге көз тігіп, өздеріне бағындыра бастады. 564 жылы түркілер Иранмен эфталиттерге қарсы одақ құрып, эфталиттердің негізгі күшін 587 жылы Бұқара түбінде талқандады. Бірақ эфталиттер мұрасын бөлісуде одақтар арасында жанжал шығып, Иран жағы үлкен көлемде алым-салық төлеуге міндеттелді. Түркілер Орта Азияны жаулап алғаннан кейін Жерорта теңізі елдеріне апаратын жібек жолы тармағының қожайыны болды. Жібек саудасы түркілерге орасан зор кіріс әкелді. Жібекті сатып алушы негізінен Византия мемлекеті еді. Сондықтан 567 жылы түрік қағанаты соғдылық Маниақты Византияға елшілікке аттандырды. Түркілер мен Византия арасында Иранға қарсы әскери сауда келісімі жасалды. Өз кезегінде Византия билеушісі елші Земархты қағанның ордасына жібереді. Ештемей қаған солтүстік Кавказды басып алып, Босфорға дейін шықты. Түрік қағанаты құрылған 552 жылдан бастап, 567 жылға дейінгі 15 жылдың ішінде Қара теңізден бастап Қытай қорғанына, Үндістаннан бастап Сібірге дейінгі ұлан-ғайыр аумақты иеленіп жатты. Түрік қағанаты сияқты күшті мемлекеттің ыдырауына не себеп болды? Бумын қаған басын қосқан түркі тайпалары Еуразия құрлығының орталық бөлігін бағындырғанымен, оны ұзақ уақыт билеп тұруға шамалары келмеді. Себебі қағанатта билікке талас болып, бір мүддеге бағынған экономикалық жүйе қалыптаспаған еді. Осылай 581 жылы басталған дағдарыс 603 жылы түрік қағанатының батыс түрік және шығыс түрік болып екіге бөлінуімен аяқталды.